Сәлем қыздар, бұл Мерекуша мен өзгеріс марафонының жаттығулары. Тренерлер. Тоша номер 1 тренер, минус 45 килограмм. И Мерекуша, минус 35 килограмм. Все, кеттік ал қыздар. Фигурамызды атқылуға алға! Ал кеттік. Уақыт келді, арықтаймыз. Бүгін емес қашан енді. Сен мақтысың, дәлелдейтін уақыт келді. Чапалағырайық. Қыздар, дәл осы дене қыздыруды 3 подходтан 10 реттен қиналмай күшті болып, ат болам деп жасаңыздар. Егер қолдарыңыз дәл суретке түскен кезінде бүйтіп батырлар сияқты түсетін болсаңыздар, срочно мына жаттығуды жасауыңыз керек. Салбырамай әдемі қылып қолыңызды арықтату үшін дәл осындай 1 литрліктен 2 су алып алыңыздар. Сіздерге барлығы ыңғайлы болсын, гантель сатып алып, ақшасын құртпасын деп жатыр. Қолдарыңызға 1 литрлік су алып аласыздар. Осы жаттығуды точно біз сияқты қатесіз жасайтын болсаңыздар, 1 аптаның ішінде қолдарыңыз супер болып шығады. Кеттік ал. Давай! Осы жаттығуды 3 подход 10-нан обязательно жасаңыздар. Енді қолдарын біткен кезінде асты салбырап кобра сияқты болып тұрады ғой, или жарғанат сияқты болып тұрсаң, сол астындағы салбыраған жағын кетіру үшін дәл осы жаттығуды керісінше жоғары қарай істейміз. 1, 2, 3. Арықтаймыз, я, уақыт келді. Арықтаймыз, бүгін емес қашан енді. Сен мақтысың, дәлелдейтін уақыт келді. 10. 3 подходтан ұмытпаймыз. Молодец, Мерекуша десең, Қыздар, егер соңына дейін барсаңыздар, молодцы. Дәл осы 3 жаттығуды кезек 10 реттен 3 подход жасаңыздар, күнде еще супер нәтиже болады. Ал енді фартугы барлар тыңдасын. Фартук болғанда андай кухняда тамақ істейтін фартукты айтып отқан жоқ, мына қарым бар ғой, салбырап тұратын. Қазір бала туған қыздарда да, бала тумаған қыздарда да қарның асты салбырап тұратын болған. Вот сол қарынды құртатын мощный жаттығу көрсетеміз. Қараңыздар, кеттік. Қолда тристер, бұлай опора қолда болады, бүкіл күш қолға түсу керек. И мына жерде копчикті қоясыздар дағында. И 1, 2, 3, давай! 1, 2, 3. Ал енді тура Тошаныкіндей бел қалайтындар, мына құм сағаттағы бел бар ғой, бүйтіп тұратын. Соны жасайтын, шығаратын жаттығуды көрсететін боламыз. Түк қиындығы жоқ. Бұл жаттығуды да 3 подходтан 10 реттен жасаңыздар. Come on, baby! Қыздар, бүкіл нагрузканы ішке түсу керек. Оң қолмен сол аяқ. Бірінші осы жаққа 10 рет, екінші аяқпен екінші қолға 10 реттен жасаймыз. Кет, оң қол сол аяқ. Бас міндетті түрде көтеріледі. Кет, 1, 2, 3. Күнде айтасың ертеңде, болды міне ертеңде. Қашан енді бастайсың сен арықтаудың? Киімдерің сыймайды, қарның неге тоймайды, ойлаған. Енді мына асқазандағы қарын бар ғой, майлар, 3-ші көкірек болып тұратын жерді жоқ қыламыз. Пресс качать еткісі келетіндерде. Кеттік. Өзіміздің қарапайым қазақша пресс десең. Файтинг! Емес қашан енді сен мақтысың, дәлелдейтін уақыт келді. 1, 2, 3.
жаным, егер сен дәл осы жерге дейін жетсең, молодецсің. Менің өзім тілім салақтап өліп қалайын дедім. Но давай, сұлулық үшін жампида, енді көтені жоқтарға күшті лайфхак, или көтені бар жайылып кеткендерді күшті қылып, персик қылып жинайтын боламыз. Давайте, қыздар еке, әдемілік бізге керек, біз сұлу болып жүруіміз керек, фигурамыз ат болу керек, жігітіміз үшін, күйеуіміз үшін, басқа ешкім үшін емес. Кеттік, давайте. Дәлелдейтін уақыт келді. Мынау орыстарда айтады ғой, тас назад деп ше, үшін таз көтен артқа, белге нагрузка түсіп кетпесін, бүкіл ауыртпалық мына санға түсу керек. Сол кезінде саннан қызық бар бана. Енді персикті жинайды ғой бөксені ше. Давайте осыны 10 реттен 3 подход, ал вообще 5 подход жасасаңыздар да мощный. Ал енді құрбақа сияқты мына бүйрек майы барлар. Мені құрбақа дейтін еді бұрында бір ағам ше. Осы бүйрек майдың майын жоқ қылып жүретін жаттығу. Қолды алға қарай жібересіздер. Кунг-фу деп. И начали. Жанында сен мақтысың, дәлелдейтін уақыт келді. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Молодец! Қыздар еке, осыны да 3 подход 10 реттен жасаңыздар. И вообще 15 рет жасасаңыздар да ешкім ұрыспайды. Қыздар, ескерту, егер сіздердің тамағыңыз дұрыс болмайтын болса, бұл жаттығулар жасап әуре болмаңыздар. Ал егер мерекушамен өзгеріп жатқан болсаңыздар, мерекушаның минимум пайдаланып, плюс осы жаттығулар жасайтын болсаңыздар, күніне минус 700-800 грамм азайтасыздар, даже 1-2 килограммнан лақтыратындар бар. Давайте, удачи всем, ерінбей осылардың бәрін жасаңыздар. Жасаған болсаңыздар, сіздер суперсіздер. Тура Ақтоша сияқты фигураларын ат болады, гарантия.